Азық-түлік тауарларының бағасын бақылауда ұстау маңызды. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағаларын тұрақтандыру басты назарда болуы тиіс. Бұл шаралар облыстық бағаны тұрақтандыру қорының назарында. Осыған орай бүгін тиісті тарап базарларды аралап, азық-түлік бағаларын бағамдап көрді. Зерделеу жұмыстарына арна тілшілері де қатысып қайтты. Әуелі көтерме сауда орындарындағы тауарлардың бағасын білдік. Жаңа жылмен қатар елге жаңа баға келетінінде жасырын емес. Тиісінше мұндағы бағада шамалы өзгеріс байқалды. Мәселен, картоптың келісі 95 теңге, сәбіз 95 теңгеден, ал пияз 60 теңгеден саудаланып жатыр. Шамалы жүріп, базардың бағасын да біліп көрдік. Мұнда дәл сол картоп пен сәбіз 120 теңгеден, пияз 70 теңгеден сатылуда. Біз мына товарды, мысалы, Павлодардан келеді. Бізге, мысалы, мынаны 100 теңгеден берсе, біз үстіне 20 теңге, 15 теңге қоямыз. Өйткені біздің ташкіміздің ақшасы шығу керек. Тамағымыз бар, орын пұлымыз бар. Әйтеуір осы базарда нан жеп отырмыз осы ауыл берекеден. 5 теңге, 10 теңге үшін жүрміз, осы жерде көп қосып атқан жоқ, біз қашықтан кеп жатыр. Иә, сатушыға тағар айып жоқ. Себебі тауардың келу бағасы да қымбат дейді олар. Атқамінерлер бағаны көтермеу жайында күнде құлағдар еткенмен, құлақ асып жатқан кәсіпкер жоқтың қасы. Әйтеуір халық ішінде шамалы болса да тұрақтандыру қорының тауары тұрақты бағаны ұстап тұр. Мұнда картоп бағасы 75, сәбіз 70, пияздың келісі 55 теңгені құрайды. Санат Аралбек, Әділбек Самаликов, Айбек Әбдіқадыров, Жеті Ньюс.